Қазақ халқы асты жоғары бағалап, қадірлей білген. Сондықтан қазақтар адам қажеттіліктерінің ішінде тағамды жоғары қойған. Астан үлкен емессің деген ескертпе сөзбен мақал-мәтел осының дәлелі. Қай заманда қалай айтылғанына қарамастан, халық асты құрметтеудің жолын, оны әзірлеудің көзін, ретін таба білген. Ел мен елді татуластыруды, жақсылар мен жайсаңдарды құрметтеуді, өздерінің мырзалық, мәрттік, үлгілі, өнегелі қасиеттер мен артықшылықтарын ел дәулетін қазақ кең дастархан арқылы, яғни ас, қонақ асы арқылы көрсеткен. Біздің халқымыздың құрметті қонақтарға ұсынылатын кәделі әрі орны бөлек тағамдарының ең бастысы қазақша ет деп аталады. Қайырлы күн, құрметті облыстық тарихи-өлкетану музейінің желідегі көрермендері. Бүгін сіздердің назарларыңызға музей төрінде қойылған ет өнімдері экспозициялық көрмесін ұсынамыз. Аталған көрмеден қазақтар сыйлы қонақтарға мал басын көрсетіп, табақ-табақ ет тартқанын көреміз. Табақ тартуда үлкен өнер. Осыған орай қой етін мүшелеп, жіліктеп, қай табаққа нені салу керек екендігін ажырата білген. Тойға немесе қонақ асқа көбінесе қой сойылатын болған. Қой еті жіліктегенде 13 мүшеге бөлінеді. Олар 2 жамбас, 2 ортан жілік, 2 асықты жілік, 1 бел омыртқа, 2 сүбе, сондай-ақ қабырға, төс, 1 омыртқа, 2 жауырын, 2 тоқпан жілік, 1 бұғана, 1 мойын. Қазақ халқында мейманға тартылатын табақтың түрі өте көп, дегенмен экспозицияға қойылған негізгі түрлерін біле жүргеніңіз дұрыс. Бұл жерде бас салынған табақ. Ағаштан жасалған табақ Қазақстан картасы үлгісінде жасалып, табаққа қойдың басы салынған, шетінде миы мен тұзды құятын бөліктері бар. Халқымыздың қаһарман ұлы Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова «Бабалар аманаты» кітабында табақ тартылғанда бастың тісін қақпай әкелу өкпе назды білдіретінді туралы атасы Бауыржан Момышұлының айтқанын былайша әңгімелейді. Ең алдымен есі дұрыс қазақтың әйелі қонаққа ер азаматы тірі тұрғанда бас ұстап келмейді деген. Екіншіден, міндетті түрде басты шүйде жағымен әкелгенің қой шүйдесі емес, тұмсығымен қатар жүреді деп келініне ескертпе білдірген. Үшінші қателігін қойдың тісін қақпай әкелгендігін. Ең алдымен бұл тазалық, қойдың кезінде шөп жеп жүргенде қандай лас болғанын білесің бе деп сұрақ қойған. Сонымен қатар тісін қақпай әкелу ұсынған кісіңе деген құрметсіздік деп байқаған. Өйткені ертеде бір кісіге ренжіп, аталған ренішін білдіре алмай жүретін болса, үйіне келген сәтінде міндетті түрде қойдың тісін қақпай әкелген. Сол кезде келген қонақ та бұл жайтты түсініп қалып, бұның маған деген тісін қайрап жүрген екен ғой деп түсіне қалған. Төртінші қателігі басын шекелеп, яғни төртке бөліп әкелмегендігін. Бұл алдымен қазақтың 4 құбылаң тең болсын дегенін білдіретін болған. Соны білмеуін көп әйелдердің білмегенін де көрсетеді деп Бауыржан Момышұлы келіне ескертпе жасаған екен. Сонымен қатар экспозициямыздағы бас табақпен жалғастырамыз. Бұл жерде бас табаққа жасы үлкен қарттарға, аса сыйлы қонақтарға тартылады. Оған салынатын кәделі мүшелер бас, жамбас, ортан жілік, белдеме, сүбе, қабырға, қойдың ұлтабары, жылқы етінен қазы қарта, жал жая сияқты кәделі мүшелері салынатын болған. Сонымен қатар келесі экспозициямызда орта табаққа арналады. Ағаш табаққа ортан жілік, бел омыртқа, кәрі жілік, 3-2 қабырға, 1 тілім сүбе және құйрық май, қазы қарта, жал жая салынған. Кәделі мүшесі тоқпан жілік. Сый табақ құда жекжатты қатынасы болмаса да, ерекше сый құрметке ие адамдарға арнайы тартылатын табақ. Келесі құдағи табақ. Құдағиларға арналған табаққа жауырын, жақ еті, бел омыртқа, асықты жілік, 1 тілім сүбе және құйрық май, тоқпан жілігі мен кәрі жілік, қабырға, қазы қарта, жал жая салынған. Одан кейінгі экспозициямызда орналасқан қазақтың бір тамаша салт-дәстүрімен берілетін күйеу табақ деп аталады. Күйеуге әлбетте төс тартылады. Табаққа төс, жауырын, асық жілік, қабырға және омыртқа, қазы қарта салынған. Міндетті түрде күйеу табақпен бірге қазақ дәстүрінде қыз табақ қатар жүреді. Табаққа асық жілік, мойын, омыртқа, жүрек, құйымшақ, 2 қабырғадан 3-еуі салынған. Аталған табақ тарту дәстүрлері қазақ елінің кең байтақ даласының әр түкпірінде, әр жолмен, әр қосымшасымен тартылуы мүмкін. Тіпті ет туру әдісі де әр өңірде әр түрлі болып келеді. Тағы бір ескеретін жайт, егде тартқан әйел адам болса да, ол өз үйіне келгенде міндетті түрде төркініне келген қыз болып саналады. Бұл жерде оның жас ерекшелігі талғанбайды. Сол кезде міндетті түрде қыз баланы
қыз қуанып кетсін деген ниетте оны міндетті түрде төрге отырғызатын болған. Келесі табақта төс пен құйымшақ тарту әдістері айтылған болса, онымен қатар біздерде табақ, бұл жерде жылқының қазы қартасы мен жал жаясы қойылған. Бұл кәде құда шақырған кезде жасалатын жоралғы болса, ал бұл жерде қазы қарта, жал жая табағына жылқының қазы қартасы мен жал жаясы кесіліп салынған екен. Аталған көрмені жұмыс күндерінің барлық күндерінде сағаты 10:00-ден 18:00-ге дейін музейдің көрермені болып келіп тамашалауыңызға болады. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін зор ризашылығымызды білдіреміз.